Уэбб ғарыштық телескобы аңызға айналған жаратылыс ұстындарының таяу инфрақызыл диапазондағы кескінін алды. Жылан шоқ жұлдызындағы алып бүркіт тұмандығының осы аймағы бізден 6500 жарық жылы қашықтықта. Мұндағы тығыз тозаң мен газ бұлттарында сансыз жұлдыздар түзіліп жатыр. NIRCam камерасы түсірген суреттегі ашық қызыл шарлар жаңа пайда болған жұлдыздар. Газ тозаң бұлтының гравитация тығыздаған түйнектерінен жаңа жұлдыз түзіле бастайды. Кей үстіндардың шетіндегі жарқыраған ашық қызыл ирек сызықтар ше. Бұл әлі түзілу барысындағы жұлдыз лақтырған зат. Уэбб кескіндерінде әдетте алыс галактикалар көрініп тұрады. Бірақ бұл суретте емес. Құс жолы дискінің ең тығыз бөлігіндегі жұлдызаралық орта, яғни жартылай мөлдір газ бен тозаң қабаты ар жақты шымылдықша бүркеп тұр. Сахна төріне енді жұлдыздар шықты. Уэбб алған жаңа кескін зерттеушілерге жаңа туған жұлдыздар саны мен аймақтағы газ бен тозаң мөлшерін әлдеқайда дәл анықтау арқылы жұлдыз түзілу моделін жаңартуға мүмкіндік береді. Сөйтіп, осынау тозаң бұлттарынан жұлдыздар қалай түзіліп, қалай жарып шығатынын жақсырақ түсінеміз.